Mına azgınday bolsa da ardakta ағайын, toyumuzu törde oturgan ақсақалды аталарымыз бар, ақ жаулықты аяулы аналарымыз бар, әжелеріміз. Жақсы бір әсемәні апа сіздер құрметтеріңізге тарту етейікші. Қазақтың керемет әсемәні өздеріңіз сүйіп тыңдайтын, Қазақ даласында 1988 жыл жарық көрген Тұрдықылыш Ізтаевтың әні орындаған Нұри Камал әні, сөзімен әні Хабибі Есенқарағыздікі. Ендеше ардақты Асқар әкелер, аяулы аналар, жақсы бір әсемәнімізді сіздер құрметтеріңізге тарту етейік. Үлкендеріміздің амандығы, жастардың болашағы ғой. Ендеше ардақты ата әжелер, келесі әсемәніміз өздеріңіз сүйіп тыңдайтын әсемән Нұри Камал. Той түріндегі ардақты ағайын сіздер үшін. Ауыздарыңыз тәтті, құлақтарыңыз тәтті болсын. Сіздер үшін келген әсемән той құтты болсын. Asmandan ayma derim
Қалыңдарға тұқтылар, қымбатты құдағайлар, мына құда келген кезде ағайын туыс жан-жақтан жиналып, бір-бір табақ тартып, үй көрсетіп, төбе көрсетіп, қазақтың қазақшылығы ғой. Ендеше мына тойдың төріндегі басқұда Қайырбек аға, Амангелді аға, мына өздеріңізге сый құрмет тартып жатқан, табақ тартып жатқан, мына бүгінгі өздеріңіздің, күйеу балаларыңыздың нағашы апасы Амина апам қажет екен, Амина апам. Амина апам және де Жұмабек ағамызбен Рима апамыздан деп түсінесіздер, осы сый құрметті. Астарыңыз әнді болсын, дәмден алып отырыңыздар, астан алып ішке келіп отырғанша, азғандай бір 3 минут уақыт, содан кейін артыныңызды жалғастыратын боламыз, астарыңыз дәмді болсын. Ал дәмден алып отырыңыздар, ендеше ардатайға рұқсат болса, тойдың төріне болса да талай нәрсе ойымыз да, сөйлемі шақтап қана ойымызға жиылып бөлелері келіпті бүгін, құтты болсын айтқаны тойымызға деп келіп отқан бүгінгі той иелерінен Ғалия апамыздың бөлелері бар ма той төрінде? Наурызым сети. Майра ханым бар ма? Майра ханым бастаған, Қаныбек Фарида қостаған, Сәрсенбай Жұмагүл, Жақия Алтыншаш, Ақылхан Алия сынды қонақтарды қошеметпен қазылайық. Қаныбек, енді ортаға. Биле. Ама, қыздар билейші қаныбек. Опа, Алия жасын. Айтты ғой, 5 болсы кедеп. Ал бәрекелі мінеки, Ғалия апа, бөлелеріңізде келіп жатыр мінеки, қуаныштарыңызды бөлісіп. Бөлі деген қазақ айтады ғой, 2 аяқты да, 4 аяқты да бота тату, 2 аяқты бөлі тату дей ма? Осындай бір сөздер бар еді қазақтың жақсы. Ал енді той құтты болсын, аға өзіңіз бастайсыз ба? Командир кім, апам ба? Екеуіңіз бір үйді түсіздер ме? Можно сказать, да? А что, аға өз әйелінің қасында тұрсай бар? На место! Ал, бәрекелді, Майра апа енді өзіңіз бастайды деп жатыр енді, бірақ енді ер азамат бастаған дұрыс, өздеріңіз байқаңыздар енді. Күйеу бала ғой, енді қайнап бас тұрғанда қайдан бастайды? Ұтайым, да? Ал, қанек ағайын. Ал, қымбат құдалар, мына енді құдағайларымыздан бөлелерді шақырып жатырмыз. Мана өздерді байқадыңыздар, наурызым деген кезде қол көтеріп, айғайлап шулап отырсыздар. Бәріңізде наурызым істе ме? Бәрі наурызым. Мен қастанай. Құдалар, сіздерде наурызымға бөтен емессіздер ғой? Бәс айттым, құдал жолдарыңыз бар. Ал, Майра апа, бастаңыз қанекей. Құрметті құдалар, келген қонақтар, бүгін мына 2 жастың бақыт тойына бәріміз басымыз қосылып отыр. 2 жасқа бақыт тілеймін. Өмірлерің ұзақ, бақытқа толы болсын. Үрлі-шүрлі болыңдар.
Ғалияның басын қатыратын немере сыйлаңдар. Құдалар жолдарыңызға гүл бітсін, 1000 жылдық құда болыңыздар. Күйеулеріңіз 100 жылдық болсын, құдаларымыз 1000 жылдық болсын. Ортада жорға жүрсін, дорба жүрсін әрқашанда. Осы мына отырған бөтен адам жоқ, ілік жүраған туған туысқандардың бәріне де құтты болсын айтамын. Бәріңізге денсаулық, заман тыныш болып осындай балаларымыз өсе берсін. Қай дастарханда болса да той бола берсін. Осындай тойда жақсылықта ғана Құдай бас қосуға жазсын. Енді бәріміздің де балаларымыз, немерелеріміз бар ғой. Сол әр шаңырақта осындай той болсын. Осы 2 жастың арқасында құдалар танысып жатырмыз. Өте қуанышты. Сол қалғандарына гүл бітсін. Осы 2 жастармен тілейтін бағыт ойлаған мақсаттарына жетіп, осы 2 жаққа мейірімді болсын, үлгілі семья болсын. Осы ойлаған мақсаттарына жетіп, армандарына жетіп, осы әке-шешелерін қуанта берсін, 2 жаққа мейірімді болсын. Тілектері бәрі қабыл болсын. Құрметті қауым, құрметті құдағилар, құрметті Ғалия, міне осы той бүгін шаңырағының үлкен той болып жатыр. Мына Еридан мен Әйгерім бір баланың 2 болып жатыр. Бақытты болыңдар. Мына Еридан өзіміз кішкентай кезінен біздің қолымызда болған. Наурызында. Енді осы отырған қауым бәріңізге де осындай той болсын, 2 жас бақытты болсын. Тек қана денсаулық болсын, бәріңізде той болсын осылай. Басымыз аман болсын. Тек қана той болсын. Келесі жылы, 25 жылы осында шілдехана тойға келетін болады. Бәріміз. Көптен күткен той болғаннан болады сықсық той, қаншама күттіген ойына. Жастардың көтерген шаңырағы шаттыққа, шуаққа толы болсын. Ата-анаға мейірімді болыңдар, 2 жақтың да. Құдалар сіздердің қадамдарыңызға гүл бітсін. Осы 2 жастың тек қызығын көріп, рахаттап, шапқылап жүре беріңіздер. Ал Ғалия осы айтып жатқан тілектердің бәріне қосылам. 2 жас бақытты болсын, 2 жаққа мейірімді болсын, махаббатқа мәнді болсын. Құрметті қауым, құдағилар, осы тойларың құтты болсын. Ғалия апа, Ериданның тойы құтты болсын. Келіннің жолы ақ жол болсын. After Құрметті қауым, бүгін Ғалия апам қуанышына келіп отырмыз. Ғалия апам Ериданға келіп бақытты болсын. Біздің Еридан красавчик, Әйгерім вообще красавица. Екеуі тең болсын, бақытты болсын, бай болсын, ақ жол болсын, 2 жаққа мейірімді болсын. Қуаныштарымыз көп болсын, тек ақ жол болсын. Тілектері армандары орындала берсін. Бұл жастары ұзақ болсын, самұрған бақытты болсын. Ақ жол. Ай, бәрекелді. Ой, сіз айтпай қалдыңыз ба? Ғалия, сен өнің келе алмай қалды, Сәрсенбай. Саған көп жастарға тек қана бақыт келіп жатыр. Үйде мал бар, екеуміз бірге шыға алмаймыз. Так что ренжімейсің. Сол жастар бақытты болсын. Мен бәрекелді, ағам қайда, қай жақта қалды? Наурыздың қай жерінде? Қарамендіде? Дұрыс, сәлем айтыңыз ағама. Балалардың күміс тойына қалмай келетін болсын. Ал бәрекелді болса, ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Ендеше жаста бір суретке түсіп алайық. Ауылдың 6 ауызы әндеріңіз жоқ па? Бір суретке түсіп алайық, содан кейін апа конверттеріңіз беріп, сүйіп дәл солай. Майра апа, сізді әдият қылып деп жатыр ғой, өлең қызу үшін.
Майра апамызды қошеметпен сахна төріне қарсылайықшы. Келіңіз апа, биле. Давайте поддержим Майра апамды. Сүйемін деп ешқашан Бәрекелді Майра апама қазір сүйемелдеу үшін қазақтың қасиетті қара домбырасы қазақ айтады. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра, молодцы. Нағыз әйел, әйел емес, нағыз әйел кобра дейді. Ал енді рұқсат болса, жақсы бір әсемәнімізді апа, келіңізші мені. Жақын тұрайық, құдалардың құрметіне жақсы бір әсемән орындап берейік. Менен домбырадан бұл шайды. Ал апа, микрофон берейін. Бастайық. Қыздарына жеткізу. Toylar toylansın, aman gül жастық шағын еске алсын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, екі жастың бақыт тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң тойлама, Еридар мен Айнұр жаным тойлансын. Нарыңды да нарыңды сауға, ата бабам осы тойды аңсаған, баласына бір той жасап бере алмай, бұл дүниеден өтіп жатыр қаншадан, баласына бір той жасап бере алмай, бұл өмірден өтіп жатыр қаншадан. Асып туған, тасып туған шағында, шығын шығып кетті деп ойлама, шыққан шығын орны тойып оралар, күлімдеген баланы тұрса алдыңда, шыққан шығын орны тойып оралар, күлімдеген баланы тұрса алдыңда. Қыздың аты қыз ғой шіркін қашанда, төбесіне алтын құйып бақсаңда, шаңыраққа ие болып қалатын, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда, шаңыраққа ие болып қалатын, ұлдың аты ұл ғой шіркін қашанда. Ай, бәрекелді рахмет, апа кетіп қалмаңыз. Құда келе жатыр, құда босынан босқа келе жатқан жоқ, той басқарақ келе жатыр сізге. Ал бәрекелді болса, құда конвертті беріп, құдаға бетіне бір сүйіп қоймеші. Ой, бәрекелді. Менде бір азды-мазды пакетім бар сізге дайындаған. Бүгін енді той ерте басталатын болса, сағат 9:15 кеткенде тұрып, бір кесе шайым ішіп, машинамды шығарып, складскойға барып, арзан жер тауып алып, мына пакетті толтырған жайым бар апа. Сондықтан мынадай керемет той бастар сізге, даусыңыз қарлықпасын, той-тойға жалғаса берсін. Қашанда тойдың сәні болып Майра апам әндеп жүре бермей ме, сол үшін керемет той бастар. Табылыңыз апа. Майра апа, негіз қай жақтан келдіңіз?
Наурызым ба деп? Наурызымның жүрмейтін жерде ғой әйтеуір. Қайда бармасам да наурызым жерде әйтеуір. Жуырда Египетке кетейін деп жатырмын мен. Сол жақта бір наурызымға кезіп қалмас шығар еді. Кездерде, дұрыс молодцы, аман болыңыздар. Ал енді ағайын рұқсат болса, ау апа, апам мен шақырып жатыр. Апам болса шақырып жатқан жоқ. Ал апа. Құрметті қауым, мен 40 жылдың кемпірімін. Шағым 2 жыл дүниеге кетті. Сондықтан бірінші рет айтқым келеді. Ағам кетті ғой, жеңешемді қайтеміз деп айтама деп дәметіп отырған. Сөйтсем Жұмабек, Ғалия бәрі мені осы тойға шақырды. Рахмет айтам. Бәріне де рахмет айтам. Бәріңді де жақсы көрем. 40 мылтықтарды да енді сендер туыс болыңдар. Руларың кім? Керек. Ойға кереймен құдамын. Құда болғанбыз. Енді бәрін жақсы көрем. Оның ішінде жүрегім дірілдеп, жүрегім елпілдеп, осы бір адамды керемет жақсы көріп тұрмын. Ол адамды айтпаймын. Өйткені айтам кім екенін. Ол маған бала болады, баламмен қатар. Адамды жүрісінен таниды. Адамды сөйлеген сөзінен таниды. Сондықтан өзім жүрегім үлпілдеп отқан бала мынау Елдарға жүрегім дүрсілдеп, жақсы көріп, үлпілдеп отыр. Өйткені сөйлеген сөзі, өзім ойладым. Осы біздің Торғайдың баласы шығарды. Ақыры түгірі Торғайдікі бәрі. Айналайын, өнерің алға баса берсін, ғұмырың ұзақ болсын. Осылай әдемі тәтті сөздерің көбейе берсін. Саған тілейтінім денсаулық, бала шағаңның қызығын көріп, біз сияқты шөбере сүйіп, менің 6 шөберем бар. Осы жасқа Алла біледі ғой енді, бірақ Құдайдың құлағына менің тілегім естілсін. Мен 84-ке кеттім. Алла одан да артық жас берсін жаным. Әрқашан жолың ашық, өнерің аса берсін. Бала шағаңа мың болсын. Сол үшін шақырдым отам. Баламның той, әумин. Алла қабілет. Рахмет апа, көңіліңізге. Апам 40 мылтықтың келінімін дейді. Иә. Дұрыс апа. Мына жерде өзі дені 40 мылтықтар отырған, не? Мына жақ керейден, мына жақ 40 мылтықтар өткен. Дұрыс. Бәрекет болса апа, мына сіздер аман болыңыздар. Біз өзі дегіз қазақ халқы екі сөзге тоқтаған халықпыз ғой. Мына үлкендерімізді қашанда құрмет қыламыз, мына үлкендердің арқасы. Осы аман жүргеніміз біздің осы ақ жаулықты әшелер мен ақ сақалдар аталардың арқасы. Сіздер аман болсаңыздар, сіздер біздің тілегімізді тілейсіздер. Біздің жолымызды ашасыздар. Осы үлкендеріміз аман болсын, қарты бар үйдің қазынасы бар деп, ендеше ардатырай мені мынау пенсиядағы аталарым мен әжелеріме шапала соқпандар үйінде 3 күн свет болмасын. Бір қошымен соқпайлар сұрсақтың ата әжелеріме. Бәрекелді, рахмет апа. Апа 40 мылтыққа мен деп өтеміз, мен өзім әжем 40 мылтық. Өзім 6 ярмын мен. Иә. Түбі апам ғана сұрап жатыр мені, Торғайдың баласысың ба дейді. Мен апа, Торғайдың баласы, Торғайға да бөтен емеспіз, бірақ енді туған жерім, кіндік қаным тамған ел, ол Әулиекөл ауданы Үшқарасу деген ауылдың тумасымын мен. Сол жерде туып өстік. Өзімнің әжем 40 мылтық болғанмен, менің түп әжем әкемнің әжесі. Торғай Ақшанақ деген ауылдың тумасы. О жақтан да келіп жатқан шығар.
Iya. Mына генетика деген өзі бір сондай бір керемет нәрсе ғой. Ау. Торғай, еңгер ғой. Торғайдан кім шықпады? Атақты байтұрсын. Иә, оны бүкіл қазақ елі біледі апа. Топырағы киелі торғай. Біреу айтса, ой, олар торғайлық десе, біреу айтса, ей, олар торғайлық десе, соны ұрғым кеп тұр. Не, орыс айтады ғой, намысыма. Бәрі қазаққа да насим. Бірақ торғайлықты өте жақсы көремін. Әлемде су тасып жатқанда звондадым туыстарға. Амансыңдар ма? Су тасысын, сендер аман болсаңдар, малға шөп болады, артының тасығанның қайырын берсін деп, ояққа звондадым. Ой жаным. Дұрыс апа, аман болыңыздар апа. Осындай әжелерімізді құрметтесек, біз сонда ғана, үлкендерімізді құрметтесек, сонда ғана мықты ел боламыз. Сондықтан мына үлкендер аман болсын, тойымыз тойласын. Майра. Өлең айта алмаймын. Мынау Қарабалық жақта орыс арасында өскен. Одан хабарым жоқ. Майраға айтайын дегенім, ағамыз Тұрсынбекпен жеңешеміз ұлтуған жеңешем домбыра тартатын, өлең айтатын. Саған барған екен, дарған екен. Өнерің өсе берсін. Сосын тағы бір айтарым. Бір жерде естейін, домбыра харам деген. Мен соны айтыңдаршым, сол адамда атып өлтірер едім. Домбыра деген, жаңа өзім айтқандай, домбыра қазақ емес, домбыра ғана. Шынында да, домбыра айтқандарды керемет жақсы көремін. Сонда бір балам домбыра айтады. Қарағым, мен өлгенде деймін. Сендер жыламаңдар. Жақсы кейіпті домбырамен тартыңдар. Ай, дұрыс апа, Алла ұзақ ғұмыр берсін апа. Рас, апамда айтқан сөздердің шаны бар. Біреулерінде харам дейтін шығар, бірақ дін мен мәдениетті еш уақытта шатастыруға болмайды ағайын. Аға не болды, мына жерде сұхбат болып кетті ма не болды? Ау. Мен өзім тұрмайды екенсің аға. Мен ата-бабамда тұрмайды екенсің шығар. Шығар сөйлеймін. Мен Торғай жетпіс, аты-бабамыз Торғай. Дәмдегі районы. Алмат бүгін сақ болса, Сұржарға деген елден шыққанымыз. Білем аға. Мен әжем Ақшарақ деген, партиец. Қазір аға, той өткізіп алайсыз, отырамыз екі шашасыз. Сосын әңгімелесеміз. Дұрыс қой аға, не? Мен өзі тарихты көп қопаратқанмын менде. Бірақ енді дегенмен тойдың аты той, қазір адаммен ана жерге шай жасап беріңдер, өзіміз жеке отырып сөйлесеміз. Ал ағайын рұқсат болса, тойдың төріне тағы бір топ нағашыларымыз бар. Ендеше тыныштықты сақтап, тойдың төріне Амин апамыз бастаған, Жұмабек ағам мен Рима апамыз қостаған Серік Гүлжан деп аға апаларымыз қошеметпен ақ тілекке қарсылайық. Ал тілекке келіңіздер. Амин апа, Жұмабек, Рима, Серік Гүлжан. Биліп, оу, қарайық. Амин апам қайда? Амин апамның сүйегі жеңіл, өзі бір жерде отыра алмайды. Жылдам жастар жүгіріп барып келгенше, жастар бір барып келген жерге Амин апам үш барып келеді. Сондай кісілер болады өзіне. Ал енді рұқсат болса Жұмабек аға өзі бастай бердіңіз.
құда-құдағи, құрметті бауырлар, құрметті туыстар. Мінекей бүгін тарихты дейік. Кешегі жүрген Имранымыз бүгін үлкен азамат болып, шаңырақ үйіп атыр. Имран Еридан китай кезінде болғанда бір күні далада жүргенде мені сұраған. А далее будут мужчины. И мужчины есть, а Еридан сегодня как раз тот день, когда ты официально железно становишься мужчиной, и сенің жаныңда енді сенің жолдасың бар. Что я хочу сказать? Құдалық 1000 жылдық дейік, күйеу 100 жылдық дейік. Ал құрметті ағайын, балаларымыз бақытты болсын, үйіп отқан шаңырағы биік болсын, бақытты болсын. Сол бақыт үшін біз тілектеспіз. Любим, люби нашего красавца, как мы его любили, мы теперь его вырастили. Вот. Бақытты болыңдар, самое главное. Құрметті құдалар, құдағилар, туыстар, бүгін міне официально статус уже құдалықтары болып жатыр. Болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, жастарымыз Ериданмен егер бақытты болсын, өмір ұзақтарыңыз ұзақ болсын, өмірде өте жақсы болсын. Ғалия апама немереп сүйсін, құдалықтарыңыз бізге жеңіл келсін. Бәріңізге де дендеріңіз сау болсын, аман сау болыңыздар. Очень приятно снова увидеться, Кадалар, чтобы у молодых дорога была белая, светлая, чтобы они росли теперь уже как благополучная семья, цельная, чтобы их семья пополнялась и радовала нас всех, как в вашу сторону, так и нашу сторону. Пусть они будут всегда здоровы, всегда веселы, всегда счастливы. Пусть всегда они оберегают и лелеют вас, родителей, Галию, Кадалар, вас радуют. Пусть вокруг них всегда будет ясное, светлое, мирное небо, самое главное. И, конечно же, пусть на их дороге встретятся такие друзья, которые будут поддерживать их семью в любой ситуации, какая бы ни была, и в трудностях, и в радостях. И вот эта молодая семья, чтобы мы, Кадалар, все были им примером, были дружными, сплоченными, чтобы между нами всегда царило понимание, видя это, так как они все равно еще маленькие и до конца не вылетели с гнезда. У них сейчас вот как раз такой период, когда они становятся на крылья, чтобы взлететь и начать свою жизнь в своем гнезде. Будем им примером, так, чтобы они, глядя на нас, свое гнездо свили, прекрасное, светлое. Будьте счастливы. Кешір, құрметті қауым, құрметті туыстар. Біріншіден мен құдаларға келген тілегімді айтайын. Иә, құрметті құдалар, келген қадамдарың құтты болсын. Бәріңізге зор денсаулық тілеймін. Осындай тойға қосыла берсін. Өмірлерің ұзақ болсын. Мына жастардың жақсылығын, бүкіл жақсы қызын көруге жастарыңыз бесін, жағдайларыңыз бесін. Екі жаққа да бүкіл жақсылық, Галия
айналайын апам, мына бүгін әулетіңе шаңырағы келісімсіз болсын, қайырлы болсын, құтты болсын. Мына екі жақта жастардың жақсылығын көрсін, сол жақсылыққа тоймасын ешқашанда. Тек қана жақсылықпен кездесіңіз. Екі үйдің арасында дорба жүрсін. Бір-біріңізді құрметтеп келгенде ас пен ұрыңдар көңілдерің ашық болсын. Ешқашанда жамандық болмасын. Мына жастарға тілейтін мына екі жақта үндей болыңдар, бөлмей. Бақытты болыңдар өмірінде. Ешқандай жамандық, ешқандай қисық өмірінде болмасын. Бірақ қиыншылық болады. Бірақ қиыншылық болса да, ол әрбір адамда ол тәжірибе. Сондықтан әрбір қиыншылықты өткеннен кейін отбасылары мықты болады. Бір-біріңді сыйлаңдар, бір-біріңді сүйіңдер. Ешқашан да бір-біріңді тастамаңдар. Ешқашан бір-біріңді сағынбаңдар. Араңыздағы мына махаббат бүгін бәрімізді осы тойда басымыз жинап алған екеуміз араңызда жүрген махаббат. Сол махаббат араңызда ешқашан да суымасын. Соны ешқашан да ұмытпаңдар. Туыстарыңда әке-шешеңді ұмытпай, міне қарауыздар қазір ең аз туыстар келді. Осындай той, құрметті туыстар, бөлелер, нағашылар, ағалар, апалар, әжелер, осындай той сізден де шаңырақтан болсын. Арқашанда тек қана жақсылықпен кездесейік. Бүгін мына 2 жас болмаса, біз бәрімізді кездесе алмаймыз. Сондықтан әрбір үйге осындай той, әрбір үйге осындай қызық, қуаныш әкелсін. Бәріміз аман болайық. Жастар құтты болсын, өмірі ұзақ болсын. Тек қана жақсылықпен бәріміз кездесейік. Ай, бәрекелді, ағамыз Серік ағамыз айтқаннан кейін Гүлжан уже айта алмаймын деп жатыр. Ана бәрекелді болса, ақ тілектеріңіз қабыл болсын. Мен бір жастар бір суретке түсіп алайық, келіңіздер. Жастар келіңіздер, қане апа, өзіңіз де келдіңіз мына жерге тұрып. Жақсы бір сурет болсын, бүгінгі тойда жақсы бір естелік болсын. Бәрекелді рахмет болса, ардақты ағайын. Еридан мен Айгерім бақытты болсын ба? Расында мынау құдалар бар, ағайын туыс бар. Бәрімізді осы тойға балалардың бақытын тілекпеуге шығармыздар, дұрыс па? Осы балалар ертең бақытты болса, балалы шағалы болса, ертең бір жерде кездескен кезде біз де мәжбүр отырамыз, осы балалардың тойында болу керек деп. Құдай қаласа сол күндерге аман-есен жетейік. Ендеше ардақты ағайын, мына бүгінгі тойдың төріндегі жас жұбайлар Еридан мен Айгерім. Осы кісілерді сіздер жақсы білесіздер. Мен бір-екі сан айтып жіберейін сіздерге. Сол сандар қандай мағынасы бар айтып жіберіңіздер сіздер маған. Дұрыс айтқан кісілерге мына приздардан үлестіріп беремін. Бүгін мына бүкіл приз біздің қолымызда екен ғой, Құдай-ау. Мына Рудныйдың базарында, Бақпақ базарында біресе қалды ғой осылай. Осы жерде бағыныш приздің бәрі бітпей жатыр мақтан бері. Ал енді рұқсат болса ағайын. Я кому-то мешаю, да? Бұл үшінші табақ, ана кәдесін санай берді. Ал құдағи былай болсын, мен сіздерге сан айтам, сол сан қандай қатысы бар. Ғали апам отыр, Аридан мен Айгерім отыр, Еридан мен, құдай болса, ұлғына туады екен. Аузыма ұлғына атын салып жатыр. Ал енді келіп кәдірейін. Бірінші сан. Слушай внимательно. 61. Что означает цифра? 61. Құдағидың жылы шығар емес, құдағидың жылы. Дұрыс айтасыз, құдағи. Сізге за правильный ответ үлкен бір футбол шапалақ. Бәрекелді апа, мен өзім барайын сізге, қандай орныңызға тұрып қабылдасаңыз. Дұрыс. Цифра 61 Ғали апамның туған жылы. Информацию давайте дополним. 61 жыл, туған күн қашан? Какой день родилась? Месяц, день.
19-шы ақпан дұрыс айтады. Құдаша сізге де біліп отырсыз, әйгерім айтып қойды ма? Сізге де мынандай приз дұрыс айтасыз. Қошемет, Құдашаға, шапалақ. Құдағиды туған күні құттықтауға келдім дейді. Так, Амин апа, пожалуйста, анда пакетке қоя тұрыңызшы Құдай үшін. Мен уақыт керек білесің. Ол пакет келсе бұрын сразу шу керек. Амин апа. Зачем скандал? Поехали. Поехали, пакет. Поехали дальше. Следующая цифра 23. 23. Әйгерімнің жасы дейді, жоқ. Мендегі бар информация басқа. 23. Жоқ. Құдағи вообще не при чем. Цифра 23. Оу. Все, ваши праздники сегодня стоят как раз. Познакомились в 23-м году, дейді, Құдағи мәссаған. Қошемет ағайын. Не білсімге апасын қойым. Бәрекетті апа. Не білеймін, Құдаға апарып бергізші ма. Автогубка. Бұл губка универсал апа, балаларды да суай бере болады. Сосын мынандай керемет сыйлық апа. Келіннің қолына шай ішіп отырсың апа. Келін қалай, жақсы ма? Дұрыс сұрақ қойып отыр. Жұмыс барысында. Келіннің қолына шай ішесін, келінге апарып беріңіз. Бәрекелді той құтты болсын. Мынау, бұл бала апа, сіз оның баласы ма е? Аты кім? Нұрым? Нұрым үйленген кезде келіннің қолына шай ішетін болыңыз. Поехали дальше, следующая цифра 02. Кімнің? Жоқ, 02. Жоқ, 02. Думаем, 02. Жоқ, Құдалар, думаем. Апа, қане апа? Как вы не знаете, апа? 02. Ладно была, апа, у меня информация другая совсем тут. 02. Нет. 02. Не знаете, да? Гали апа сізге ұят кетті бұл. Апа, подсказываю. 4502. Номер телефона, последние цифры. Дұрыс, Гүлжан, қошемет айтпаңыздар. Келіңіз, правильно. Телефон номер Ериданның. Телефон номері соңғы номері 4502. Гүлжанға бір қошемет бола ма? Рахмет, бұдан керек нәрсе. Как раз соленье, варенье скоро болады. Сізге тағы бір косприш нан алыңызшы. Азая берсіңдер. Рахмет. Так, спасибо. Аба, сізге ұят болды. Балаңыздың телефон номері. Если честно, я знал, что вы не знаете. Так, поехали дальше. Следующая цифра 130. Апа, с цифрой сразу может шоу. Зачем, апа, вот? 130. Апа, я алмасам мынаны алма. Домашний адрес құдағиларыңыздың, балаларыңыздың, город Рудный, Парковая, дом 130. Қошемет айтпаңыздар. И следующая цифра 2. Екі. Ғали апа тірі жоты. Ау. Екі жас дұрыс емес. Екі саны. Нет. Ғалесін. Кішкені дұрыс сөйлеш. Екі. Нет. Дұрыс емес. Екі. Примерно.
Екінші этаж, келіңіз, құдаша, құдағи, кім боласыз? Қошы өтімін, бейді. Бәрекелді, екінші нәрсіз үйді боласыз ба? Осы үйде болдыңыз ба? Енді айда біліп тұрсыз. Бұл екінші қайсы аласыз? Алыңыз аға, рахмет сізге. Бәрекелді, дұрыс айтасыздар, поехали дальше. Следующая цифра 96. Ой, молодец, Самал. Эриданның туған жылы. Самал, кел ортаға. Биме. Мынандай керемет таска сізге. Тағы не тамамсызшы? Алтыз. И поехали дальше. Следующая цифра. Бәрі біліп отырайық та үшін жай отырмай. 7. Цифра 7. 7. Айгерімнің туған күні. Қай ай? Октябрь 7-сі ма дұрыс па Айгерім? Зачем? Сіз не есіңіз кім? Аягөз білмейсің бе? Айгерім туған күні 8 октябрь. Сіз 7-ші деп атсыз. Цифра 7. Квартира, мәссам. Самал, кел. Сен де болмайды екенсің. Кел. Бәрекелді, тамаша. Мынаны ал. Ана құдағиға барып беріңіз. Ана ол құдағиға. Бәрекелді, қошымен шапалағын қайды. Так, келесі сан. 36. 36 цифра. Что означает? Телефон. Телефонның нөмірі кімнің? Айгерімнің. Екеуіңізге де берем бе? Бәрекелді, андай керемет сыйлық. Екеуіңізге де дұрыс телефон нөмірін жаттап жүріңіздер, біліп жүріңіздер, қашанда сөйлесіп жүріңіздер, қал жағдайды сұрасып жүріңіздер. Мынандай керемет сыйлық. Апа, сізге апа бір қапшыға келіп берем қазір. Бір білесіздер. Жинап отырасыз. Бәрекелді. Келесі сан 9. Жоқ. Енді құда-құдағайларыңыздың Рудныйдағы адресі Парковая 130, квартира 7, второй этаж. Подъездом разберетесь, второй подъезд будет. Ау! Костанайск, первая Костанайская 9, жақ құдағының адресі деп отырған кісі. Дұрыс па? Дұрыс, құдағың өз адресі ұмытқапсыз ғой. Машинамен аппарат, машинамен әкбірет адрес қарамайсыз да? Дұрыс, бәрекелді, құдаша келіңізші, тағы бір қошымен, Қостанайдағы құданың екен жайы. Қошымен. Адамаңыз, тағы бір оңыз. Рахмет, қошымен дәмеңіздер. Осымен болды, следующая цифра 74 болды сонымен. 74. 74. Жоқ. 74. Ау. Машинаның номері жоқ, күйеуі машина жоқ. Оны балада болеміз ба? Айгер машинасы шағым жоқ. 74. Айгер машина бар ма? Кімде бізде? Екеумізде ма? 74 бар ма жоқ па? Жоқ, білмейсіздер. Вообще білмейсіздер. 2074-те не болады? 2074-те сіз вообще математика хабардың жоқ ене? Алтын тойы болады. Қошымен тыңдаңыздар. Бәрекелді, рахмет, 2074-те Құдай қаласа кездесеміз. Сол тойды мен өзім өткізіп берем бесплатно. Соған аман-есен жетейік әйтеуір, Құдай қаласа пенсияға енді шығып атам ғой ол кезде. Сол тойда аман-есен бас қосайық,
Adagay Nurşat bolsa kelesi haftanın кезегі. Мына тойдың төрінде тұрған жастарымыз бар. Асыл тастан шығады, ақыл жастан шығады деп жас нағашылары Әлішер, Александра, Диас, Сұлтан, Замира. Келіңіздер. Мына енді тыныштық сақтайық, мына жастардың тілегін тыңдайық. Үлкендің Әлішер ме? Ал Әлішер өзін бастап, жастар құттықтап отырыңыз. Еридан и Керим, поздравляю вас с прекрасным событием в вашей жизни. Желаю вам благополучия, взаимопонимания, терпения, чтобы любили друг друга на протяжении всей жизни, чтобы уважали старших и чтобы вот так вот бегали маленькие ериданчики. Еридан и Керим, пожелать, чтобы с этого момента дня и до конца ваших дней ваш путь был только светлый, любили друг друга, все преграды, которые были просто людей, были мелкими. Счастья, здоровья! Дорогие Ериданчик, Керим, я также поздравляю вас с таким значимым, важным событием в вашей жизни. Вы создали семью. Пусть в вашей семье всегда царит любовь, тепло, поддержка, взаимоуважение. Будьте счастливы, любите друг друга, помогайте друг другу, поддерживайте. Счастья вам! Бәрекелді рахмет, ақтектеріңіз қабыл болсын, Еридана келіп келдіңіздер. Нағашыларыңызбен жақсы бір сурет болсын, той болсын. Ғали апа, сіз де келдіңіз. Ал қане, ақылдарыңызды бір көтеріп жақсылап алып отырыңыздар. Пиондарына бір көтеріп алып қойыңыздар. Рұқсат етсеңіздер тағайын, баласы ата-ананың жат жұрты қыз кететін бөтен елге айдап дәм-тұз. Тойдың төрінде жүрегі елжіреп тұрған Амангелді құда бар, Замзагүл құдағи бар. Және де бүгінге қуанып жатқан бір баласының басы екі бас болып үйге жан кіріп, келін кіріп бүгін қуанып жатқан Ғали апа, сіздер үшін, сіздің келініңіз үшін, Замзагүл құдағи мен Амангелді ағамыздың қызы үшін, қазақтың халық әні сіздердің қыздарыңыз Әйгерімнің құрметіне тарту етсе бола ма? Ендеше аузыңыз әдді болсын, құлақтарыңыз әдді болсын. Қазақтың халық әні Ақжайнақ сіздер үшін. Жастар бақытты болсын.
aslı əzəli jarasını Engilimde akşayla şayvaram bozdayla Yüzüm beni doy doyla doy doyla doy doyla Engilimde akşayla şayvaram bozdayla Yüzüm beni doy doyla doy doyla doy doyla O zaman da bu zaman baş kulağını tartkan öyle göründü. İyi, Kuda özü әрі болған көзге түсіп тұрады ғой. Құда өз жуасы кеншетекке жүре береді не? Құдадан өз кетәріміз. Құда қайда тақырды еріп жүріп өзі. Кейбір құдалар. Ойнақ па, бәсі? Бүгір 32 буыны бұлжырап жатыр. Болса, Құда не болды? Конфликт табалмайдыңыз ғой. Ал енді мына қазақтың қазақшылық құдалардар, е? Құдалардар араман жасап жатыр. Мына апаларымызға кәдесін әкеп беріп жатыр. Құдадан жолынан жығылмай. Сол үшін Құданы бір билетіп қойықшы. Тағы бір нәрсемен Қайырбек Құданың құрметінде болсыншы. Поехали, Қайырбек Құда. Опа!
Arman жоқ шығар көңіл, ә? Ередан мен Айгерім бақытты болсын ба? Айгеріңіз, жаса Айгеріңізден, ендеше орнымызға жасап жайғасайық, тойымыз құтты болсын.